Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге дәмі өте дәмді болып шығатын Аладдин рецептісімен бөлісемін. Тіптен бұл рецептке ғашық болып күнде дайындайтын боласыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сізге қажетті ингредиенттердің барлығын төменге қалдырамын, міндетті түрде сақтап алыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз және қантымызды қосамыз. Шымшым тұзды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Сонан соң айранымызды құямыз. Айранның проценті 1 немесе 2,5% болу қажет. Араластырып болған соң ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде електен өткіземіз және барлығын бірден салмаймыз. Аз-азын сала отыра араластырамыз. Ең соңында ас содасын саламыз және жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Табаға сұйық майымызды құйып қыздырамыз және видеодағыдай бір ас қасық мөлшерінде салып пісіретін боламыз. Аладдиннің бетінде осындай көпіршіктер пайда болғанда екінші жағына аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Міне достар, біздің Аладдиніміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлсая. Видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.